Қымбатты тыңдарман, Санжар Керімбай мен Әділбек Нәбидің «Қуыс кеуде» кітабының аудио нұсқасының жалғасын тыңдау үшін менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып қойыңыз. Әжемнің әлемі. Журналист Нұрсұлтан Мықтыбай Сыр бойы газетіне «Әжемнің әлемі» деген мақалада бүйдеп баяндайды. Біз көп балалы отбасынан шықтық. Балабақша бар болса да үйдегі төртеуміз де есігінен аттап көрген емеспіз. Есесіне бәрімізді үйде әжеміз тәрбиеледі. Бүгінде әженің балабақшасынан тәрбиеленіп шыққан екі адам болса, соның бірі өзім екенімді ерекше мақтан тұтатын ұрпақпын. Бір қызығы, әжеміздің жалғыз өзі-ақ бәріміздің ебімізді табатын. Сол ақшанған киіз үйдің ішінде әр күніміз қызықты өтетін. Ойыншықпен көп ойнай бермейміз. Қызығып та көрмеппіз. Үйде анамның артынан келген радио қабылдағыш пен патефон болатын. Пластинка ойнатқыш аппарат. Иә, баршаңызға жақын таныс дөңгелек үлкен қара түсті пластинка. Әжем сол пластинкаларды басындағы ақ орамалмен жақсылап сүртіп, оны патефонға салады. Сосын сол аппаратты жұқарған саусақтарымен сырт-сырт еткізіп басып, күн ұзақ батырлар жырын, түрлі терме қиссаларды, халық әндерін тыңдатады. Ауылдың алты ауыз атанған Латипа әжем ара-арасында өзі де қосылып айтып отыратын. Сол балаң шақта патефоннан тыңдаған Мұхтар Өтебаевтың домбырамен жырлауындағы, Фарида Шәріпованың оқуындағы Қыз жібек, Қобыланды батыр, Мұхаш Байбатыровтың орындауындағы, Таңат Жайлыбековтың оқуындағы Алпамыс батыр жырлары мен Ахан сері Ақтоқты трагедиясының үзінділері әлі күнге дейін құлағымда жатталып қалыпты. Сәкен Сейфуллиннің Ақсақ киік әнін сол пластинка ойнатқыштан алғаш рет әжем тыңдатқаны да күні бүгінге дейін есімде. Аңыз әнші Ғарифолла Құрманғалиевтің әндерінде сол сырт-сырт еткен қара аппараттан жаттап өстік. Әжем жарықтық сол батырлар жыры мен халық әндерін тыңдатып қана қоймай, оларды бізге жатқа айтқызатын. Яғни сол жырларды тыңдаған сайын іштен қайталап отырып жаттап, әжеміздің алдында тест тапсырамыз. Сынағынан сүрінбей өтсек, өзіміз қалаған тәттілерге тойдырады. Бала кезімде сол батырлар жырының әсерімен «Менің атым Мейірман, шауып келдім қиырдан, жаман тоным жалпылдап, құлап қалдым сиырдан» деп арқама жыртық қап жамылған күйі жерге құлай кететінімді, болмаса ақырын шапшы ақырын, қыз жібек менің жақыным деп әндететінімді атанам әлі күнге дейін айтып ұялтады. Одан қалды сырты қаңылтырмен оюланған ағаш сандықтан мұқабасы тоз-тоз болған қалың кітапты алып шығып, соның қарайған парақтарын 6-7 сыныпта оқитын қос апам Мадина мен Фаридаға ұзақ сонар жырларды кезек-кезек оқытады. Әжеміз сол қалың кітапты мұқият аялап ұстайтын. Мұқабасы жыртылған соң ба, сыртынан бірнеше қайтара газет, одан қалды өзінің аппақ жаулығымен орап байлап қоюшы еді. Сол қалың кітаптың Қырымның 40 батыры екендігін өз басым бертінде ғана білдім. Салмаға жептеуір ауыр, бізге үлкен, алып болып көрінетін осы кітаптың бұл күндері Арқалық, Төрехан, Қарабек, Ерқосай, Ердонан секілді небәрі 5-6 батыр туралы жазылған бөлімдері ғана сақталып қалыпты. Бүгінде сарғайып шеттері жыртылған осы парақтарды қолыма ұстаған сайын алтын әжем есіме түсіп, сағынышым үдей түседі. Жасыратыны жоқ, біз осы жырлардағы батырларға еліктеп өстік. Соның әсерімен өскенде Алпамыстай батыр боламын деуші едік. Бұл күндері ойлап отырсам, мұның бәрі біз үшін үлкен тәрбие құралы болған екен-ау. Апаларым батырлар жырын оқудан шаршағанда, әжеміз ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауылдың құйрығы ұзын екен деп ертегісін бастай жөнелуші еді. Міне біздің бала кезіміздегі бар ермегіміз әлгі үлкен дөңгелек пластинкалар мен әжеміздің сандығындағы сақталған қалың кітап, және соңы жақсылықпен аяқталатын ертегілер болды. Осылайша әжеміз бізді мектепке дейін балабақшасыз-ақ қазақы қылыпты. Ұлттық қанық бояуда тәрбиелеп шығарды.
Сөйткен әжеміз мен 1-ші сыныпты бітірген жылы 67 жасқа қараған шағында ауыр науқастан мәңгілік сапарға аттанып кете барды. Биыл ағажеміздің келместің кемесін мініп кеткеніне 20 жылдың жүзі болыпты. Тіпті біз түгілі әжеміз қайтқан соң сол батырлар жыры мен халық әндері жазылған пластинкаларды ауылымызға танымал жұрт қасиетті кісі деп атап кеткен жасы 70-тен асқан Дәмен Құлпейісұлы атамызға дейін келіп тыңдап кетіп жүрді. Дәмен атамыз апта сайын отбасымызға ат басын бұрып, анама келінжан, әлгі құдіретіңді қосып берші деп ұзақ қисса дастандарды соңына дейін тапжылмай отырып тыңдайтын. Тыңдап отырып көзіне жас алатын. Баламыз ғой, үлкен атаның бұл қылығы бізге оғаш көрініп, апа, ана ата неге жылайды деп анамызды мазалайтынбыз. Кейде сол ақсақал, шіркін, осыны алыстағы, Алматыдағы немерелерім де тыңдарым еді деп ауыр күрсінетін. Бүгінде құдірет аталған пластинка ойнатқыш патефон балалық шағымыздың естелігі. Үнсіз куәгері болып, ауылдағы үйімізде әлі күнге дейін сол қалпында сақтаулы тұр. Қырымның 40 батыры да ағаш сандық түбінде. Тереңнен тартқан тамыр. Ауылдағы үйде көп адамның аяғы жете бермес, жетсе де керегін тауып тез жөніне кететін. Көп қазына жасырып жатқан жер бар. Ол үйдің шатыры. Мұнда не жоқ дейсіз? Атамыздан қалған көнекөз естеліктер. Артық ауыз құрылыс заттары. Сосын 80-ші жылдардан бері қарай шаң қауып кеткен Қазақстан әйелдері, білім және еңбек, жұлдыз, жалын журналдары мен қазақ әдебиеті, ана тілі газеттерінің бірнеше тігінді нөмірлері жатады. Ара тұра орыстың музыкальная жизнь басылымы да кездеседі. Тек бірнеше жылдың шаңын қағып жіберде қарай бер. Бастауыш сыныптағы жазған күнделіктер, көркем жазу, қазақ тілі дәптерлері болатын. Тәтемнің жазу толы дәптерімізді буып-түйіп шатырға жөнелте беретін әдетіне риза боламын. Осы барғанымда тағы не бар екен деп аударып төңкеріп жүріп, бозбала шақтан қалған бірнеше күйтабақ пен музыка әдебиеті кітаптарын таптым. Арасынан осыдан 30 жыл бұрын сары шифонердің үстінде кебежедей қоңыр көне шабаданнан көретін анар түсті қыз жібек және ашық көк тартқан мұңлық зарлық эпостары, айқарма беті сарғыш, ән күй сазы атты ескі күйтабақтың мұқабасы көзіме оттай басылды. Сыртқы мұқабасындағы тұлпар мен сұңқар, асулы қазан, қараша үй, қан сарайының салтанатын күзеткен жасауыл бейнесі қазақы оюмен астасып, эпос сарынымен үндес, қарапайым һәм ұғынық деді. 1980 жылы айтыстан ән күйлерін топтаған күйтабақ сыртындағы торсық пен қымыз толы қос кесе қазақ домбырасы қай өңірдің өнерпазы екеніне айғақ. Саптама етік киген екі ақынның адуын кейпі мен паң отырысы қандай шіркін. 3 күйтабақтан тұратын қыз жібек пен 2 күйтабақ мұңлық зарлық эпосын Мұхтар Өтебаев жырлайды. Арасында қара сөзін оқыған Фарида Шәріпованың даусы бар. Есейе келе актердің мақам сазына қатысты айтылған бірнеше сын естідік. Сол заманда осы нұсқамен жарыққа шығарудың ұтымды тәсілі осы болды ма кім білсін. Бәрібір жарамсыз дей алмаймыз. Құлаққа құйыла сіңген жанымызға жақын дауыс. Ес тоқтатып өз қалауымен алған үйде кешкі астан кейін үзбей ойнататын 3 күйтабағым болды. Олар жыршы Қаламқас Орашева жырлаған Нұрпейіс Байғаниннің Нарқыз дастаны. Төлеген Момбеков тартқан Қаратау шертпесі. Және композитор Кенжебек Күмісбековтың Аяулы мекенім атты халық аспаптар оркестріне жазылған шығармалары бар күйтабақтар еді. Қазір қайда қалғаны белгісіз, бірақ жазушының үтір нүктесіне, суретінің бояуына дейін жадымда сақталыпты. Нарқыздың дастанындағы мінез сипатына байланысты атам жарықтық, балам, маған әлгі ұрда жұқ табағыңды қойып берші дейтін. Тыңдай мен ғана емес, тетелес інілерім де жатқа соғатын болдық. Кішінімнің әлі күнге дейін есінде екен. Қаламқас жыршының орындауында қаншама мақамды саф күйінде сіңіріппіз. Батырлармен алысқан күйі тәтті ұйқының құшағына құлап, түсіңе жалғасатын оқиғалар. Оянған сәт табақтың пішырлап айналып тұрғанын талай көрдік. Мүсілім Әмзе.
тереңнен тартқан тамыр. Ана тілі газеті 23 ақпан 2017 жыл.